екі бетінен қан тамып тұр. Мен дейді өмірімде дейді бір қиындық көрген адам емеспін дейді. Малым жетеді дарияның бойында дейді. Алланың берген 6 перзенті бар. Оқыттым дейді. 3-еуі врач. Қызым Алматыда терапевт дейді. Үлкен балам Қызылордада хирург еді. Мына Тоқаевтың клиникасында немене неге адам керек болып, 200 адамға вакансия жариялаған ғой. Я 8 адамға 200 адам тапсырған кезде осы менің балам дейді, сол 8 адам бір болып өтті содан дейді. Қазір Астанада хирург дейді. Ал бір балам Ақтөбеде хирург дейді. Қайсысы оқыған? Бәрі Алматыда бітірген жан-жақта медицинаны. Содан 6 перзентім 3-еуі врач дейді. Мен жаңа жылқыларымды, малдарымды барып көріп келем, көкпарды жақсы көрем. Атқа мініп барып аралаймын дарияның бойын дейді. Бірақ дейді, осы кейін кезде давлением көтеріледі. Неге не қыламаймын? Атқа міне алмаймын. Кемпірім мінгізеді. Жаңағы аяғын сүйеп, столға жаңағы неғып дейді. Бірақ енді ол сөзде ұят жоқ. Дәрет сындырғанға да қиналамын дейді. Орындықты қойып қойған. Сосын балаларыма айттым дейді, жұрттың оқымаған баласы тізесін емдетіп, укол салдырып жатыр жеткіз. Бәрін оқыттым ғой, үшеуің бірдей врачсыңдар. Сонда мен осылай давлением көтеріп, қайта-қайта осылай жүремін аяғымда. Содан жаңа Астанадағы балам, Ақтөбедегі баламды айтты. Түркістанда Ершат деген кісі бар. Альтернативная медицина, ветеринарный массаж. Барыңызшы соға. Соны жүре алмай, 4 аяқтап келдім осыға дейді. Мына 2-ші этаж дейді. Кішкентай ғой, соны өзіне зорға көтеріп. 3 емді бастадым, 3 күннен кейін еркін мініп түсем дейді. 10 жылға жасардым. Бір курс емі 11 күн екен. Ал мен 3 күннен кейін уже 10 жылға жасардым деп. Менің балаларым білдей врач. Мені қайда барады? Не қыласыз қол салдырып? Не қыласыз аяғыңызды тілдіріп деп? Барыңызды мен келдім солардың нұсқауымен. Өкінбеймін келгеніме.